الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алла Тағала ең бірінші дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Осы қасиетті жұма күні оқып жатқан намаздарымыз қабыл болсын. Өміріміз деген өтіп бара жатыр, өзен сияқты ағып бара жатыр. Сондықтан да былай айтқанда, уақыт өткен сайын ғалымдар айтқан сияқты, не сенің бір өмірің қысқарып бара жатыр. Мысалы дүйсенбі басталса айтасың, жылдам жұма болсын деп. Сөйтіп сенбі жексенбі демаласың, бірақ ол уақытың, сен сенбі жексенбі демалатын болсаң, уақытың зымырап өтіп кетеді. Өміріміз осылай кетіп қалады. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз, иншалла Құдай қаласа, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бағыттарының ең маңызды бағыттарының біреуі бұл әрине ихсан ілімі болып табылады. Ихсан бағыты болып табылады. Неге десеңіздер, өйткені ихсан мысалы қазірде біз үшін өте маңызды, өте қажет болған факторлардың біреуі болып табылады. Өйткені мен әрқашан кезде айтам, және бәріміз біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітте отырған кезде аппақ көйлекті, шашы қара болған бір кісі кіріп келеді. Кіріп келген кезде сұрақ та береді. Ең бірінші сұрағы не болады? Ислам діні туралы хабар берші дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жауап береді. Исламның 5 тіреуі бар деп көрсетеді, баяндайды. Сосын екінші сұрағы не болады? Иман деген не нәрсе дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисында 6 имандың негізін айтады. Одан кейін үшінші сұрақ не болады? Ихсан деген не нәрсе дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Алла Тағалаға құлшылық етуің керек, Алланы көріп тұрғаныңдай. Бірақ сен Алланы көрмесең де, Алла сені не қылып тұрады? Көріп тұрады деген иман, көріп тұрады деген адамның несі? Сенімі. Міне бұны біздер не дейміз? Ихсан болып айтамыз. Сондықтан да қазір уақытта бізде, құрметті жамағат, бізде ислам бар, бізде иман бар, алхамдулилля. Енді біздер үшінші дәрежеге көтерілуіміз керек. Яғни үшінші негізден алуымыз керек. Ол қандай нәрсе? Ол ихсан. Ол ихсан. Ол ихсан. Ол ихсан. Ихсан деген ең біріншіде ең соңғы. Ихсан ол былай айтқанда көбінше неге байланысты? Адамдың жанына байланысты. Адамдың нәпсіне байланысты. Адам өзінің былай айтқанда ішкі әлемін реттейтін білімді біздер не деп атаймыз? Ихсан деп атаймыз. Өйткені ихсанды реттеу үшін, құрметті жамағат, мысалы исламды реттеу үшін сен не істеуің керек? Тілмен айту керек, жүрекпен бекіту керек, жұмыспен көрсетуің керек. Міне ислам. Иманға келтіру үшін тілмен айтасың, жүрекпен сенесің, күмән келтірмейсің. Ал енді ихсанды өзіңде келтіру үшін, ихсанды күшейту үшін, ихсанды бекіту үшін сен не істеуің керек? Оны орындауың керек. Ал ихсанды орындау бұл ең үлкен адам баласына берген сынақ болып табылады. Ихсанды ілімді жүрегіне кіргізем дейтін болсаң, ол бір таблетка ішу арқылы сенің жүрегіңе кірмейді. Немесе су ішу арқылы сенің қаныңа араласып кетпейді. Оны тек қана сен өзіңдің ішкі әлеміңді реттеу арқылы өзіңе кіргізесің. Және соны істеткізесің. Егер сен Құдай сақтасын, бұл айтқанда ол, егер ойласаң, мысалы, ихсан ол жай бір нәрсе екен, менде де ихсан бар, мен мұсылманмын, момын бар, сосын мен мұхсин деп, мен мұхсинмін деп тілмен айтуға жеңіл. Тілмен біреуге сабақ беру оңай, біреуге ақыл көрсету жеп жеңіл нәрсе. Бірақ ихсанды өзіңде орындау бұл үлкен болған сынақ болып табылады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізде үйреткен кезде, әсіресе тіршілікте болсын, құлшылықта болсын, ең біріншіде ең соңғы сен бір нәрсені есіңнен шығарма. Алла Тағала сені біліп тұр, Алла Тағала сені көріп тұр, Алла Тағала сені не қылып тұр? Бұл айтқанда бақылап тұр. Сен Алланың қалауынан не қыла алмайсың? Шығып кете алмайсың. Сен біреуден қашуға болады, бірақ сен Алланың сыйлығынан қаша алмайсың. Алланың қаһарынан құтыла алмайсың. Егер Алла Тағала саған не қылатын болса, соны жазаңды немесе сыйлығыңды беретін болса.
Сондықтан да қазір уақытта құрметті жамағат, ол ихсан деген сақал емес, ихсан деген қысқа шалбар емес, ихсан деген ең бірінші әрине намазыңды оқисың ба, Алла тағалаға бет бұрасың ба, сен өзіңдің нәпсіңмен күресу, өзіңдің нәпсіңді реттеу, өзіңдің жаныңды тазарту. Егер соған қатты көңіл бөлетін болсаң, нұрдың үстінен нұр болады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзі бар. Бәріміз білеміз. Адам баласының денесінде бір не бар деді? Бұл айтқанда бір бөлек ет бар деді. Бір кесек ет бар деді. Егер ол дұрыс болатын болса, дененің бәрі не болады деді? Дұрыс болады деді. Егер ол бұрыс болатын болса, дененің бәрі не болады? Бұзылған болады деді. Сонда ол не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ол жүрек деді. Ол жүрек деді. Сондықтан да біздің арамызда бар ғой. Кейбіреулер деді, менің жүрегім таза деді. Аллаху акбар. Красавчик. Молодец. Намаз оқисың ба? Айтады, жоқ, маған керегі жоқ дейді. Онда жүрек таза болу қажет емес. Егер сенің жүрегің таза ма, алхамдулилля, сен жаныңды реттедің. Жаныңды реттеген адам баласы тәнін міндетті түрде реттейді. Кейбіреулер бар, ең бірінші тәнін реттейді, сосын жанына өтеді. Ал біздің дінімізде ең бірінші адам баласы неге көңіл бөлу керек? Жанына көңіл бөлу керек. Жаныңды реттеуің керек. Жаныңды реттедің бе, тәнің міндетті түрде реттеледі. Ана кейбіреулер бар, дінден қайтып кеткендер. Солардың әңгімесін тыңдасаң айтады, мен кезінде намаз оқыдым, ораза ұстадым, зекет бердім, хажға барып келдім, что там, никакой пользы я не получил. Неге? Өйткені ол тек қана тәніне көңіл аударған адам баласы. Егер ол жанына көңіл аударатын болса, ол ондай дәрежеге жетпеуші еді. Демек оның өзінің ниеті, өзінің ықыласы, өзінің пиғылы сондай жаман болды. Ол бір пайда үшін келді дінге. Бір пайда алу үшін келді. Ол Алланың разылығы үшін келген жоқ. Сондықтан да Алланың разылығы үшін келмеді ме? Құдай сақтасын, дінге кіріп шығу оған мына дәретханаға кіріп шығумен бірдей. Ешқандай айырмашылығы жоқ сияқты. Құдай сақтасын. Сондықтан да біздің құрметті жамағат, ислам дінінің ең бір мәйгегі, ең бір ерекшелігі ол неде? Адам баласында ихсан міндетті түрде болу керек. Ал ихсан болу үшін әрине ихсандың негізі жүректен басталады. Ихсандың негізі жүректен басталады. Ол рас, ол хақ, ол шын. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ма, бір бөлек ет бар. Егер ол дұрыс болатын болса, денеңнің бәрі дұрыс болады. Егер ол бұрыс болса, денеңнің бәрі бұрыс болады деді ме, демек ол шын, ол хақ. Біз оған ешқандай күмән келтіре алмаймыз. Өйткені бәріміз адам баласымыз. Сен кім болсаң со бол, бай болсаң, кедей болсаң, атақты адам болсаң, имам болсаң, намазхан болсаң, сен ең бірінші сен құлсың. Сен пендесің. Пенде болған соң міндетті түрде сенің өміріңде әр түрлі сынақтар болады. Бейнет те сынақ, зейнет те сынақ, жақсылық та жамандық та оның бәрі сынақ болады. Сол кезде адам баласы не қылу керек? Ең бірінші де ең соңғы құрметті ағалар, адам өзінің нәпсімен күресу керек. Яғни жанын реттеу керек. Ашуланып тұрсын, психоваттап тұрсын, өз-өзіңді ұстайсың. Міне, өз-өзіңді ұстап көрші. Біреу саған бетің алып, мысалы қазір мен интернетке кіресің. Мына мұсылмандар тоңқайып жатыр, мұсылмандар Аллаға тіл тигізген кезде жаның қайнап кетеді. Тур градусың, давлениең көтеріліп кетеді. Ана Фейсбукта, Инстаграмда, Ватсапта, особенно тәңіршілердің нелерін көретін болсаң, страничкаларын, қаның қайнап кетеді. Сонда сен иманды кісісің. Сен сені таспен лақтырып жатыр. Құдайға тіл тигізіп жатыр. Ислам дініне тіл тигізіп жатыр. Құранға тіл тигізіп жатыр. Сен не қылуың керек? Ақыл мен парасатпен, таспен лақтырғанға сен аспен лақтыруың керек. Сен өзіңдің имандылығыңды, өзіңдегі, жүрегіңдегі болған ихсанды сен көрсете білуің керек. Анау сияқты, ақмақ сияқты сен кәпірсің, сен тозақта күйесің, үйттің, бейттің деген сен ондайға түспе. Сен Абайдың сөзін келтір, сен Шәкәрімдің сөзін келтір, сен Бекет атаның мысалын келтір. Олар кім болды? Олар қазақ болды. Олар елінің, отанының, жерінің, бұл айтқанда кімі болды?
патриоты болды. Олар ешқашан еш уақытқа Аллаға немесе ислам дініне немесе Құдайға күмән келтірген жоқ. Олар әрқашан әр кезде дінмен бірге болды. Сондықтан да солардың мысалын келтір. Егер сен ондай тәңіршілерде Алла Тағала Құранда айтты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты десең, мынау араб құлдар ғой мынау. Ана Мұхаммед дейді, сенің пайғамбарың емес дейді. Қайтесің сен оны айтай беріп, соның сөзін мойындап, соның артынан еріп дейді. Қазақта пайғамбар жоқ дейді. Қазақтың өзінің пайғамбары болу керек дейді. Құдай сақтасын. Соған күмән келтіреді, сені алыстатқысы келеді. Сондықтан да бұл жерде құрметті жамағат, міне бізге қазіргі уақытта керек нәрсе, ол ихсан бізге міндетті түрде керек. Ихсан міндетті түрде керек. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз ол жалпы ихсан емес. Ихсанның ішіндегі Абай атамыздың ихсанға қатты көңіл бөлгендігі. Абай атамыз, сіздер білесіздер, ол кісі ең бірінші де ең соңғы адамның нәпсімен күресті. Адамның жүрегін реттеткізген бағыты Абайдың бағыты болып табылады. Егер Абай атамыздың қара сөздерін біздер оқитын болатын болсақ, қара сөздерінде тұнығып жатқан немене? Философия. Тұнығып жатқан адамның жанына пайда беретін сөздер. Егер сен оны оқысаң, доклад сияқты, түк нәрсе түсінбейсің. Ал егер сен каждый айтқан сөзіне оқып, кішкене ойланатын болсаң, сен сонда түсінесің. Нені түсінесің? Ол кісінің нені айтып отыр, не нәрсені мезеп отыр. Сонда түсінетін нәрсең Абайдың қара сөздерінде, Абайдың өлеңдерінде ең бірінші де ең соңғы Құдайға шақырады. Алла Тағаланың барлығына, хақтығына, шындығына, растығына Абайдың барлық қара сөздері болсын, өлеңдері болсын, сол нәрсеге шақырады. Ол кісі ешқашан еш уақытта намазын тастаған жоқ, оразасына қарсы шыққан жоқ. Немесе немене, былай айтқанда діндің негіздеріне қарсылық көрсеткен жоқ. Әрқашан әр кезде дінмен бірге болды. Анау жуырда бір аудиозапись шықты, опять айтады. Вот оның шын азан айтып қойған аты Ибрахим болды дейді. Бірақ оған ақсақалдар айтты, сен арабқа беріліп кеттің, сен анаусың, мынаусың, сосын оның атын Абай дегенге Құнанбай атамыз ауыстырды дейді. Абай деп ауыстырған ол Құнанбай емес, ең бірінші оның әжесі не кім ауыстырды? Еркелетіп ауыстырды Абайға. Оны Құдай сақтасын, Ибрахимдің атын жек көріп, оған олай деп ауыстырып деп айту, бұл немене? Бұл әдейі жасалып отырған нәрсе. Өйткені Құнанбай дінді жек көрді. Негізі ол қалаған жоқ деген әңгімені айтады. Егер Құнанбай, біз өткен аптада айттық, Уақып деген лекциясында біздер нені айттық? Уақып деген Құнанбай атамыздың Меккедегі салған Тақия деген жатақханасын не үшін салды? Пайда алу үшін салды ма? Немесе бизнес үшін салды ма? Ол Алланың разылығы үшін салды. Ол зекет болған жоқ. Ол не болды? Ол уақыт болды. Уақыт деген істейсің, саласың, бересің, амин Аллах, ұмытып кетесің. Бірақ Алла ұмытпайды. Алла ұмытпайды. Міне сонда Құнанбай, егер ең бірінші Құдайға сенбесе, Құдайға күмән келтірсе, Алла Тағалаға қарсы шықса, ең бірінші намазын оқымаушы еді. Екіншіден қажылыққа бармаушы еді. Үшіншіден қажылыққа барып алып, өз еңбегіне тапқан ақшасына гостиницаны салмаушы еді. Мен ақшам, мен кедеймін, мен ақшам жоқ па еді. Анау мынау деп қалтасына салып қайтуға болушы еді. Оның мақсаты не болды? Алланың разылығы болды, құрметті жамағат. Сондықтан да Абай атамыздың ең бірінші әдемі болған азан айтып қойған аты Ибрахим. Бірақ еркелетіп халықтың атағаны ол Абай болды, иншалла. Сондықтан да біз де мысалы деп бұл кісінің кітаптарын оқыған кезде қара сөздеріне терең үңілетін болатын болсақ, бұда тұңып жатқан дін, тұңып жатқан имандылық, тұңып жатқан исламдық, тұңып жатқан не? Ихсан бар. Ихсан бар. Абайдың қара сөздерінде, Абайдың өлеңдерінде не жатыр? Ихсан жатыр. Яғни адамды ихсанға тәрбиелейді. Ихсан болудыққа, яғни мұхсин болудығына Абай атамыз өзінің күш жігерін міндетті түрде салған. Сондықтан да бір өлеңін, міне егер қарайтын болсақ, бір өлеңінде не дейді Абай атамыз? Адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, бас дұшпанын білсеңіз дейді.
Yani мысалы дек бір ауыз сөзбен Абай атамыз не қылды? Ихсанның білімін ашып берді. 5 нәрседен сақ бол деп отыр. 5 нәрсеге жолама деп отыр. Соның ең біріншісі не дейді? Өсек. Өсек. Ол өсек деген арабтар айтады: «Мунзу заман мазаля валя язалю». Это было, есть и будет. Өсекке біз құмармыз. Сайтқа кіресің, официальный сайт шығып тұрады. Так, жоқ, официальный сайт, это что-то подозрительно. Обязательно нені іздейсің? Что-нибудь. Сенсация. Бір каналға кіресің, ана жерде өсек. Тук, ана битіп қапты, мына сөйтіп. Вот. Новость. Ол не деген новость? Ең жаман бір нәрсе, құрметті жамағат. Міне Абай атамыз сол кезден айтып кетті. Бұны Абай атамыз неге сүйеніп айтып отыр? Яғни Құранға сүйеніп айтып отыр. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадистарына сүйеніп отыр. Сондықтан да 5 нәрседен аулақ бол дейді. Ең бірінші өсек, екіншісі не? Өтірік. Үшіншісі мақтану. Мақтаншақ. Төртінші не дейді? Еріншек. Бесінші немене? Бекер мал шашпақ. Мал болады, бітті. Оған барып айтасың: ағатай, көкетай, давай бір жатақхана салып берейікші балдарға. Сол жерде мешіттің қасында жатақхана болады. Біздің студенттеріміз сол жерде жатады, намаз үйренеді, университетке барады, сабақ алады. Айтады: я должен подумать, я должен обдумать. Бірақ егер дүниеден аруақы қайтатын болса, оған кеп айтады: ты должен поднять, ты, кладбище своего родителей. Если ты не будешь поднимать, ты, все скажут: да он блатной, не смог хотя бы нормально поднять кладбище своего отца. Бітті. Қанша керек? 5 миллион. Не вопрос. 5 миллион, 7 миллион, 10 миллион. Міне 30 жылда біз неге жеттік? Анау не дейді? Кедей байға жетем дейді, бай құдайға жетем дейді. Міне бізден менеге алып келді. Болмаса адам баласының ақылы бар ма, парасаты бар ма, ол тоқтау керек. Сондықтан да бұл жерде егер біздер осы 5 нәрсені каждысын бөлек айтатын болатын болсақ, ең бірінші Абай атамыз бізді қайтарып отырған нәрсе ол өсек тарату. Білмейсің ба, естіген жоқсың ба, көрген жоқсың ба, таратпа. Оны жайма. WhatsApp'пен келеді. Да, это такой-сякой, аласында таратасың. Түк. Сен көрдің бе оны? Көрген жоқ. Қолыңмен ұстадың ба? Ұстар. Зачем сен біреудің күнәсін мойныңа аласың? Аузу билля деді, қалдыр оны. Алла тағала өзі жазасын береді. Сен емес жазасын береді. Жарайды, сен өсектейсің. Бүйтіп қапты, сөйтіп қапты. Сонда немене болды? Сен не бір күш алдың ба? Энергия алдың ба? Или көзің нұрланып кетті ма? Или анау не? Ана қаның жақсы айналып кетті ма? Түк нәрсе саған пайда бермейді. Өсек қайшан пайда болады? Өсектің негізі көре алмастықтан пайда болады. Особенно біреуді көре алмайсың, туысқаның бар, өз жұртың, нағаш жұртың байып кетті, үйтіп қалды, битіп қалды, бітті. Аузубилля, анау битіп қалды, сөйтіп қалды. Өсекті таратпа. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі бар: өсек таратушы жаннатқа кірмейді дейді. Даже егер сен намаз оқитын болатын болсың, Құдай сақтасын. Өсекті таратпа, өсекті неғыл жинама. Өсекті неғылма, бұл айтқанда өсекпен шұғылданба. Ең біріншісі Абай атамыз. Екіншісі не дейді? Өтірік сөз сөйлеу. Анау біреуге бір нәрсені айтып жатасың, эмоцияға биліп кетесің, құлақтан лапшалады, ілесін айтады. Тисе терекке, тимесе бұтаққа. Сен Құдай сақтасын, тіліңе өте сақ бол. Ана арабтардың пословицасы бар: бәләул инсан минал лисан дейді. Адамдардың өзінің мойнына сатып алатын пәлесі неден дейді? Тілінен дейді. Өте көп хадистер бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан да ең бірінші өсектен сақ бол. Екінші неден? Өтірік айтудан өсек. Өтірік айтудан өте сақ бол. Өтірік айту туралы 1 сағат айтуға болады. Үшіншісі неден сақ бол? Мақтану, мақтаншақ. Біз негіздің природамыз, біздің жаратылымыз солай. Мақтануды жақсы көреміз. Бір нәрсе істейсің ғой. Ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сөзі бар: бір нәрсе істесең дейді, өзің істеген жұмысыңа таң қалма дейді. Ана бізде бірақ сондай не? Ана бір нәрсе істейсің ғой, мен істедім ба? Не деген мен красавчикпін. Біреуге көмектесем тосып отырасың. Мен туралы неге айтпай жатыр? Мен туралы бір нәрсе айтсын да.
Ол мақтануға алып барады. Мақтану, Құдай сақтасын, неге алып барады? Күпірлікке алып барады. Иблистің жаннаттан қуылған себебі не болды? Білімсіздік емес. Иблистің жаннаттан қуылған нәрсесі күпірлік болды. Не деді? Мен адамға сәжде етпеймін деді. Неге? Өйткені сен оны топырақтан жараттың, ал мені оттан жараттың. От ешқашан топыраққа не қылмайды деді? Сәжде етпейді деді. Міне, мақтану. Мен, сен кімсің? Құдайдың алдында сен ешкімсің? Сен жүрген бір бейшарасың. Бүгін сенің қолыңда ақша бар, астыңда тақ бар. Бірақ ертең Алла қалайтын болса, ақшаңды, тағыңды мұз сияқты еріп кетеді. Түк нәрсе қалмайды. Сондықтан да мақтанба. Керісінше кішіпейіл бол, қарапайым бол, иманды бол. Өйткені мақтану адамды жамандыққа алып барады. Сосын төртінші не дейді? Еріншек дейді. Біздің дініміз еріншекті қолдамайды. Біздің дініміз еріншекке қарсы. Еріншекті адам баласы не қылу керек? Өзінен алып тастау керек. Құлшылықта болсын, тіршілікте болсын. Бір нәрсе істемекші болсаң, шайтан айтады: ничего страшного. Особенно мысалы міне, диета ұстаймын десең, шайтан айтады: ертең бастайсың, бүгін керек жоқ дейді. Қайттесің дейді, өзіңді қинап дейді. Ертең бастайсың. Ана бір нәрсе істемек айтады: бүгін сен демала сал, ертең бастайсың. Міне, қазақ айтады: бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырма дейді. Яғни бізді құртатын нәрсе еріншектік. Таң намазына тұру қазір әсіресе жазда өте қиын. Өйткені құптанды оқисың, сағат 11-ден өте. Үйіңе барасың, 12 болады. Сөйтін жарай жата тұрайын деп тұрасың, тұрсаң өзі таңғы сағат 5 болды. Таң намаз да кетті, күн де шығып кетті. Неме? Өйткені не сен нәпсіңді реттемей жатсың? Сен еріншексің. Или болмаса будильникті қоясың, сотканы қоясың. Анау зырылдап жатады. Таңғы сағат 3-тен бастап 4-ке шейін. Өшіре саласын, айтасың: қазір дейсің де, қазір бітті кетті. Міне, дәл сондай жұмыста еңбек ет десең, ешкім еңбек еткісі келмейді. Мал бақ десең, зачем мне нужно? Бәріміз нені үйренгенбіз? Жеңіл ақша. Ақша жеңіл болмайды. Құрметті жамағат. Біреулер барады анау, әртүрлі пирамидаға кіреді, барып ставка қояды букмекерский контораға, пәлем мыңға. Қазір мен жеңім, лотерея жеңем, мен везучімін. Аттаң басы везучісің. Бір рет везучі боласың, сосын кетесің төменге. Ешқандай осаған пайда бермейді. Сондықтан да Абай атамыздың айтып отырғаны, біздер құлшылықта болсын, тіршілікте болсын, еріншек болмауымыз керек. Еріну деген нәрсе бұл ең жаман нәрсе. Бұл мұсылманға және адамға бұл сәйкес келмейтін нәрсе. Бірақ әрине, шайтан болған соң ол азғыртады. Шайтан болған соң бізді не қылады? Бұл айтқанда, ана еріншекке бізді бейімдейді. Ана қолыңдағы телевизордың үстіне пульт тұрса, айтасың: пультты әкеш дейсің. Почему? Потому что сен шаршап келдің жұмыстан. Ерінбе. Наоборот, сен өзің соған істеуге тырыс. Біздің мысалы деп қоғамды өлтіріп отырған нәрсе қазіргі уақытта. Міне, құрметті жамағат, ешкім қопаймыз. Біз еріншекпіз. Істейтін жұмыстар өте көп. Ауылға барсаң, ауыл бұрынғы кандагар. Ана жерде үй жоқ, бұл жерде үй жоқ, ана жерде бір үй. Неге? Бәрі қалаға кетеді. Жарайды, қалаға кел. Бәрі высшее образование алады. Тақтырып қалсаң, экономист, финансист, юрист. Бәрінде. Субханалла, кім мал бағады? Кім шаруашылықпен шұғылданады? Кім сварщик болады? Кім плотник болады? Оны аналар істей берсін. Мен оны істемеймін дейді. Адам баласы әрбір өнерді үйренуге тырысу керек. Сондықтан да әрине, қайда болсаң аман бол, самое главное. Қалада боласың ба, ауылда боласың ба, бірақ ауылда боласың ба, қалада боласың ба, ең маңыздысы жалқау болма, еріншек болма, керісінше әрекет ет, тырыс. Бесінші, ең соңғысы ол қандай нәрсе? Бұл айтқанда, бекер мал шашпақ. Тапқан ақшаңды шашпақ. Шашу деген неме? Зекет берсең, шашу емес, құрметті жамағат. Садақа берсең, шашу емес. Уақыт жазсаң, шашу емес. Неге? Өйткені сен сауап жұмыс істеп жатсың.
одан адамдар пайда көреді. Зекет одноразовый помощь, уақыф многоразовый көмек, ол жалғасай береді. Бірақ шашу дегені міне той жасайсың, шашасың, короче, звездаларды шақырам қазір. Мына облыстық бізге ничего қою, давайте звезданы шақырайық ана жақтан. Анау былай істепті, мен одан да былай өткізіп. Құдай сақтасын, жағдайың бар ма? Алланың берген рұқсатымен жаса. Исрапшылыққа жол берме. Қазақ тілінде айтқан кезде, араб тілінде айтқан кезде Алла Тағала Құран Кәрімде не дейді? Күлу вашрабу ва ла тусрифу дейді. Ішіңдер, жеңдер, бірақ исрапшылыққа жол бермеңдер дейді, құрметті жамағат. Сондықтан да ақшаны таптың ба? Алхамдулилля. Алла разы болсын. Ол сенің адал еңбегің, таза еңбегің. Оны енді сен бекерге шашып алма, бекерге жұмсама. Сондықтан да бүгінгі міне Абай атамыздың айтып отырғаны, бұл айтқанда не қылма, шашпа және жамандыққа барма. Алла Тағала разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Имам айтса маңызың, илан бауырым.